Адам ағзасындағы тыныс алу тіршілік үшін ең маңызды процесс. Тыныс алу арқылы ағза оттегін қабылдап, көмірқышқыл газын сыртқа шығарады. Тыныс алу кезінде өкпе кеңейіп, ауа ішке енеді. Бұл кезде оттегі өкпеге жеткізіледі. Өкпедегі альвеоларда газ алмасу жүреді. Оттегі қанға өтеді, ал көмірқышқыл газы сыртқа шығарылады. Қан арқылы оттегі бүкіл денеге таралады. Жасушалар оттегіні энергия алу үшін пайдаланады. Жасушаларда түзілген көмірқышқыл газы қанға өтеді. Ол өкпе арқылы сыртқа шығарылады. Дене қозғалысы кезінде тыныс алу жиілейді. Себебі ағзаға көбірек оттегі қажет болады. Тыныс алу ағзаның үздіксіз жүретін өмірлік процесі. Дұрыс тыныс алу денсаулықтың кепілі болып табылады.